Делай добро, всем непорядочным назло. С миром живи, любимую люби, яго. Және достар, және бізде бір апталық мини конкурс деген контентіміздің бірінші күні басталды. Бүгінгі достар мен конкурс істегім келіп тұр, призы 100 теңге достар. Осы 100 теңгені алу үшін достар, просто менің каналыма тіркелесіздер, лайк басасыздар және колокольчик басасыздар, және де описаниедағы спонсорға тіркелесіздер. Соңғы видеосына зумадан келдім деп жазасыздар, ал победительді келесі видеода айтып 100 теңгесін беретін боламын. Давайте. Және де барлықтарыңа сәлем достар, сізбен бірге мен бұл Зума. Және достар, менің қасымда Надота міне ұшып жүр, әйтеуір қуып білмеймін екен. Достар, енді қазірше бүгінгі видео роликте мен мені МКПге кім әкелді деген видео түсетін боламыз. Менің атымда міне Надота, бірақ ол мен дискордпен отырмыз, бірақ бірге сөйлесе алмаймыз пока что. Видео өте қызықты болады деп ойдамын. Мен МКПге кім әкелді, қалай келдім, бүкілін айтатын боламын. Видеоны до конца көріңіздер, ал біз видеомызға қарай кеттік. Готе. Вы на физику не смотрите, я духом сильный, понял? И және достар, қазірше міне біздің уже топовый бірінші кастамыз басталды десек те болады. Ал енді мені МКПге кім әкелді десеңіздер, мені МКПге Надота әкелген болатын. Неге? Себебі енді Надота маған ең басында Майнкрафт скачать етіп берген болатын. Себебі мен басында вообще Майнкрафт скачать етіп білмейтін едім. Базар жоқ, ойнағам келді негізі. Бірақ оны қалай скачать етуін білмедім. Ютубтан туториал алатынмын, бірақ сол кезде маған үйіме Надота келіп, маған скачать етіп берген болатын. Оған үлкен рахмет. Ал сол кезде мен енді Майнкрафт скачать етуді білмесем, мен осындай дәрежеге МКПге келмес едім десем де болады. Ал енді мен айта беретін болсам достар, енді мен сол кезде маған бастырып берді. Және бізде Надота екеуміздің ең бірінші меріміз ол где-то бір творческий емес, бір неше түрлі нәрселерді строиться еттік. Енді полиция сондай көптеген заттарды строиться ету болып еді. Біз мені аштық, сода неше түрлі заттарды строиться еттік десек те болады. Және маған кейін ол қызық емес бола бастады. Және менің және де мен ең басында, достар, мен ең басында негізі ең бірінші мен негізі уличные гонки деген бір ойыннан видео, ең бірінші видеом сол болған. Онда маған Надота енді ютубқа салып берген болатын. Уличные гонки енді ол кезде енді күйеуге ойнайды еді. Бірақ та кейін мен Майнкрафт түсейін ба дедім, бірақ Майнкрафт ең бірінші менің басыма Майнкрафт дегенде ол просто выживание келетін болған. Енді ойлаңдаршы, просто Майнкрафт дегенде любой адамның басына выживание келеді, конечно. Бірақ мен түсіндім, Майнкрафт деген ол ешқандай да выживание творческий емес. Ол Майнкрафт деген ол нағыз ойын. Оқты сен өзің біреулерді ұрасың, кровать сындырасың, Greenvix, B20. Вот Майнкрафт, нағыз Майнкрафт деген сол. Ал выживание творческий деген ол ойға келмейтін нәрсе. Негізінде ол Майнкрафт ол өте күшті бүйтіп соғыс ойын, өте керемет ойын десем де болады. Так что ондай Майнкрафт выживание ойын, Майнкрафт выживание ойын, детский ойын деп айтпаңыздар. Просто Майнкрафт ол настоящий адамдардың ойыны, ол өте керемет ойын ол. Так что, достар, Майнкрафт ол сондай ойын. Так что мен сондай енді Майнкрафт, Greenvix, B20 соны бүкілін біліп, достар, сондай екенін біліп, мен осы Майнкрафтқа келген болатын. Мен негізі оны выживание деп ойлайтын едім, бірақ ол ешқандай да выживание емес. Ол нағыз күшті керемет ойын екен. Сөйтіп мені енді Надота әкелген болатын. Енді оған үлкен респект. Енді сенен комментария күтем енді. Ал енді достар, осыны мен Надота әкелді. Енді қысқаша так что, достар, енді сіздер де келіңіздер. Майнкрафт деген ол ешқандай да выживание емес. Ол нағыз атысатын, то есть нағыз соғыс күшті мечпен кровать сындырып, ол өте керемет ойын, достар. Мен сондай екен түсініп, мен осы МКПге келген болатынмын. Қысқасы мені ағам, яғни Надота әкелді. Енді ал біз енді осымен біздің видео аяқталды. Видео өте қысқа және керемет болды деп ойдамын. Ал біз концовкаға қарай кеттік. Готе. Және де достар, міне осында өте керемет видео шыққан болатын сіздерге. Үлкен рахмет. Енді лайк басып істеп отқанда осы видеоға 50 лайк соғып, мен келесі топовый видео роликті шығаратын боламын. Менің қасымда енді Надота болды, яғни дискордта. Ал енді осымен видео аяқталды. Видеоны до конца осы моментке дейін көргендер комментарияға просто майонезді жазып кетіңіздер. Мен кім до конца көргенін білетін боламын. Ал сіздермен болған мен бұл Зума, және менің қасымда Надота. Ал біздің осымен топовый видео аяқталды. Ал біз видеоны аяқтаймыз. Қош
сау болыңыздар.